Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін 16 желтоқсан, тәуелсіздік күні құтты болсын. Барша қазақ үшін бүгінгі күн ерекше күн. Осы күнге, осы 16 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігі біздің қандастарымыз үшін қандай маңызы бар? Осы күннің маңыздылығы және осы туралы таныстарының ойларын және осы күнге мерекеге байланысты ой тілектерін білуге тырысатын боламын. Менімен бірге жүріңіздер. Қазір енді жаңбырлы күнде ешкім далаға шыға бермейді ғой. Маған да қиын әрине қазір. Сонда да беріспейміз, көреміз. Стамбул көшелерінен біздің қазақ қандастарды қайдан табуға болады? Алып іздеп қарап көрейік. Достар, айтқандай, әрине бүгін қиындықтар болып жатыр. Өйткені бүгін жаңбырлы күн болғаннан кейін қазақтар табу оңайлыққа соқпай жатыр. Көшеде қазақ іздеп жүрмін деймін ба? Әрине жаңағы қазақ таптым, бір Германияның қазағын, әрине ұялды, тіл білмейді, оның үстіне жоқ кедергі емес, былай аударып жазам десем де әрине көрінгісі келген жоқ, зорлық жоқ әрине. Одан бөлек мысалға кейбір кісілер қазаққа ұқсайды, енді қазақсыз ба деп барып сұрай, бұл жанынан барып кейбірі ұйғыр болып шығады, кейбіреулері түрікмен болып шығады. Барлығы әрине ағайындар, көзі қысық көрген көшеде қысық көзі көрсем қазақсыз ба деп қасына барам ғой. Соны біреу ұйғыр болып шығып жатыр, біреу түрікмен болып шығып жатыр. Әлі іздестіріп жатырмыз. Merhaba, benim adım Mehmet Almaz, soyadım Gürkan. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Kazağım, Kazakistanlıyım. Ama Kazakistan'a hiç gidip görmedim, bilmiyorum nasıl bir yer. Doğduğumdan beri burada yaşıyorum, Türkiye'de yaşıyorum. Benim aslen Karakasım. Orta Cüz'ün içinde Kerey içinde Karakas oluyoruz biz. Yaşım 25. Kazakistan'ı merak ediyorum. Yani oradaki ortamı merak ediyorum, atları merak ediyorum. Oradaki atların yaşantısını, oradaki otağları merak ediyoruz ama hiç gidip görmedik, bilmiyoruz. Orada bizim akrabalarımız da var. Sağ olsunlar bizi çok çağırıyorlar. Buraya gelin diyorlar, buraya görün diyorlar da biz oraya gidip göremiyoruz. Ama oraya gidip mesela bir kımız için ata binmek isteriz ama nasip değilmiş ama en yakın zamanda gideceğiz. Gidince de Instagram'da veya oradan buradan video, fotoğraf paylaştıracağım. Ağa, pardon, Kazak mısınız? Evet. Қазақ іздеп жүреді. Benim әкем 1922 жылы Жайсаннан ауып Алтайға барған. Содан Алтайдан бар анау мынау деп Пакистан, Үндістан 1953 жылы Түркияға келді. Мен 1 жасымда осы жаққа Түркияға келдім. Осы жерде тудым. Онан кейін 91 жылы егемендік алғаннан кейін Қазақстанға бардым. Бардыңыз, 91 жылы бардыңыз ба? Туыстарымды таптым сол жерде, Жайсан деген жерде. Марқакөл деген тамаша бір жерге дем алдым. Сол жағдайлы онан кейін артынан Мұстафа Өзтүрікпен бірге Қазақстанды араладым. Ана мынау деп кезіп жүріп, оғып, о да ағамыздың баласы, ініміз болады. Менен 1-2 жас кіші. Сонымен бірге Қазақстанға сонымен осы өтірік айтпасам 20 жол барып келдім. Былтыр да бардым. Туыстар бар, şeyler var, sodarak kıdırıp geldik. Hazır жақсы жағдайлар, inşallah daha da жақсы olur. Öncelikle Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum. Aynı zamanda Kazakistan'ın geleceğini güzel görüyorum. Çok güzel projeler çıkıyor. İnşallah o projeleri devletler desteklerse gayet iyi olacağını düşünüyorum. Bağımsızlık günü kutlu olsun. Bugünkü zaman rejim belgili. O жағдайлы болadigan hazır жақсы жаман емес. Бірақ та medeniyetке biraz rusu gerek. Yerimizin aslı altın, üstü may деген ұқсатып her нәрсесі бар. Бұған göre үлкендеріміз жұмыс істеп Қазақстанды көтеру керек. Басқа Қазақстан жоқ. Ой, да жерден апам ұялып камераға баласына келін іздеп жүрген тақиялы періште ұқсап. Достар, жаңа Мұстафа Өзтүріктің көзі кірген кісімен әңгімелесіп, одан кейін жаңа тағы да бір апаны көріп қалдым. Осы жер Түркияның қазағы басқа бір ауданда тұрады екен. Дәл осы ауданда жаңа кездесіп қалдым. Ұлына келін іздеп жүр екен. Тақиялы періште ұқсап, мен номерімді алып қалдым. Күйеуге шыққым келуіне. Сөйтіп жақсы жұмысы бар ұлымның, осылай мен айтып жатырмын, апа, сіз енді ана жерде Қазақстанның қазақтар ашқан кафелер бар, ол жерге сол жерге келіп тұрсын ұлыңыз енді деп жатырмын ғой. Қазақстаннан қыз десеңіз сол жерге барыңыз деп, балаңызды жіберіңіз деп жатырмын. Сондай қызық болды. Камераға ұялып, камераға сөйлемей қойды. Қызық болып жатыр осылай. Жалпы достар, менде Инстаграмда оқырмандарым біраз жазып тұрады маған да Қазақстанның қазақтары. Жолдасым қазақ болғаннан кейін, осы Түркияның қазағы болғаннан кейін жақсы бір жігіт бар ма, үйде неге деген сияқты. Әрине мен енді ондай біреуді таныстыру о жақтарынан бір жоқ болғандықтан қиын. Бірақ осы Түркияның қазақтарының ішінде жүрмін ғой менде. Осы жерде біраз кісілер менен сұрайды да, апалар әсіресе өздерінің ұлдарына үйлендіргісі келетін бауырың бар ма, өз құрбыларың бар ма деген сияқты. Айтып ойлап қоямын ғой, екі жақтық негізі неге болмасын. Қазақтары, ол жақтың қазақтары екен, мына жақтың қазақтары да білетін, жаңағыдай енді бәрі бір-бірімен бір руластар ғой, енді бір-бірін таниды, не жоқ, таңдау жоқ деген сияқты ғой бәрі. Сондықтан
Одан окуп жатып одан кийин жалгастырабыз. Өзі келіп таңдап алмай ма? Жоқ, мен таңдаймын. Аты не? Ömer Burak, Kaç yaşındasın? 15. Kazakistan'a hiç gittin mi? Hayır. Yani akrabaların var mı orada? Var. Hangi tarafta? Hangi taraf? Çimkent. Umarım daha iyi yerlere gelir. Kışıcız Kazaklarında düğünler Kazakça gelenek, görenek yaşanıyor mu evde? Sen Kazakça yemekleri yapıyor musunuz? Ha, evet. Hangi yemekler mesela? Sanırım çok yapılmıyor ya evde. Neden et, pilav, mantı. Mantı, Kazak mantısı yapılıyor. Sağ ol, teşekkür ederim çok. Dostlarım, sağ кейбір кісілердің көздері енді мүмкін қазақтардың көздері қысық көз болады деген нәрсе емес қой. Бірақ мен сенімді болу үшін тек сондай көзі қысық, келбеті сондай қазаққа ұқсайтын кісілерден ғана сұрап жатырмын. Сенімді болу үшін өйткені себебі ыңғайсыз, көшеден мысалға мен ешқандай ұйымдастырылмаған кетіп бара жатқан біреулерден сіз қазақсыз ба деп сұрасам ыңғайсыз болуы мүмкін ғой. Өйткені жаңа қазірдің өзінде алдында кейбір ұқсатқан кісілерім түрікмен болып шықты, кейбіреулері ұйғыр болып шықты. Сондықтан кейбір мысалға жүзі түріктерге ұқсайтын бірақ қазақ ау деген кісілерге сұраған жоқпын. Өйткені менің өзімде мысалға Қазақстанның өзінде де көзім ондай бір қысық болмағандықтан да кейде мен қазаққа ұқсатпай жататынмын. Сондықтан нағыз қазақы кісілер тек қана қысық көз деген емес, бірақ шынымен Түркияның қазақтары көп жағдайда былай біздің Қазақстанның қазақтарына қарағанда қысық көз болып келеді. Генетикалар сақталған. Бізде мысалға осындай қазаққа ұқсамайтын қазақтар Қазақстанның қазақтарын көрген кезде таң қалып жатады. Қазақ па деп. Аға, мен de түсір дейді там. Abi, yarın Kazakistan bağımsız günü bir dilek söyler misin? Severim. Beni de götür oraya. Ben de gelmek istiyorum. Güzel. Çok güzel. İnsanları da güzel, kendileri de güzel. Salam Kazakistan, selam aleyküm. Өзіңіздің тапқан қазақтарым өзі камерадан ұялып жатқан кезде мені көрсетпе жоқ деп кейбір кісілер камераны көрінше осылай блогерсіз ба деп маған қасыма келіп жаңағы өзбек ағаны көрін салып түрік ағаны көрін мені түсір деп айтып жатыр да. Спонтан аяқ астынан шыққаннан кейін осылай келіске ешқандай сценарий жоқ, ешқандай әйтпесе тарихтың қазақ болып мына жақта, бірақ үйлеріне барып олардың олай рахат еткім келген жоқ. Сондықтан көшеде осылай бір репортаж жасағым келді. Көшеде қандастарымызды тауып осылай таба алсам, таба алып таппасам болмаса енеңмен өзімнің жолдасымнан сұрардың ойларын. Қазақстан қазақсы ба осының жақтың қазақ? 90 жылдары сіз тәуелсіздік алған кезде Қазақстан қайда болдыңыз? Шүрде боласыз, Түркияда болғанбыз, көп қуанғанбыз о замандар. Сол Қазақстанның тәуелсіздігін алған. Бүгін тағы да концерт бар, Таксимде, соға барамыз. 8:30-да. Көрдіңіздер, келіңіздер. Құдай қаласа. Мен білмейтін. Қазақстанға бардыңыз ба? Бардым, 4-5 рет бардым. Соңғы рет қашан бардыңыз? Соңғы рет 1 жыл önce бардым. Қалай өзгерістер бар ма? Жақсы, көп өзгеріп кетті. Eski Қазақстан емес, көп өзгеріп кетті. Астанаға бардым, Астана өзгеріп кетті. Алматыны танай алмай қалдық, өзгеріп кетті. Біз Қытайдың қазағымыз ғой. Керейдің ішіне çevirip үшін. Қазақстан тәуелсіздігі жүре берсін, жақсы болсын. Бәріміз сол балам. Достар, негізі Түркияның қазақтарында жалпы Түркияда тілек айту, тост айту деген дәстүр жоқ бұл жақтарда. Сондықтан саға ол жақта қайсын болсын, саға тәуелсіздігіне, Қазақстан болашағына былай тілек айтып жеріңіз деген кезде бәрі тосылып қалып жатады. Көп сөзге шорқақ, өйткені біздегідей көсіліп былай бата беріп, тілек айтып, ондай бір дәстүр болмағандықтан көбісі осылай тосылып жатады. Benim adım Bayram. Ben Türkiye'de doğdum 1968 yılında. Bizim atalarımız 1953'te Burcu'ya kelgen sebebi biz yerimizdeyimiz Xitaydağı Şarkı Türkistan'dan Xitaylarмен soğuşup sonra keyin жеңіске жете алмай қиналып Қытайдарға күш жетпеген бұл жаққа ауған қазақтардың шөберелеріміз. Біз Қазақстан тәуелсіздігі туралы Аллаға хамд қыламыз, әлхамдулилля. Ол өте жақсы бір қуаныш, көңілге сыймайтын қуаныш. Ол ауызбен жалғыз айтылатын қуаныш емес, шынымен әлхамдулилля Аллаға біз қанша шүкір қылсақ аз. Қазір менің 91 жылдан бастап мен Қазақстанға барып келіп жүрмін. Ол барып келген себебimiz bizim әкеміз айтқан. Айтады дейді, ит дейді тойған жерінде, ер туған жерінде. Біз бұл жерде үлкен сауда істедік, бизнесмен болдық. Елдің бәрі біледі. Жағда біз о жаққа бардық. 91 жылында барып жұмыстармен жағаласып, өте көп қиналдық. Өте көп қиналдық. О кезде жағдай өте жаман еді. Ашық айтайын, адамдар да жаман еді. Қазір Аллаға шүкір, Құдайға шүкір, Қазақстан өте жақсы көркейіп келе жатыр. Енді соның қуанышын айтуға сөз табылмайды, әлхамдулилля.
тәуелсіздік алады деп ойладыңыз ба Қазақстан? Elbette biz bala kezdен bizim atalarımız tәуелсіздігін алатынына бізге дайындап, солай үйретіп қойған, айтып қойған. Қалай сіз бір ұлтсыңыз, бір мемлекетсіңіз, бір қауымсыңыз, сіз ойлайсыз, қашан біз орыстың или Қытайдың қол астына жүреміз деп. Ешкім ойламайды ғой, олай. Бізге солай патриот болып жетістірді бізді. Менің мисал қазір келінім Қазақстандан бір ұлым бар, қазір Қазақстанда 3 немерем бар. Аллаға шүкір, біз elbette қашан дұғадамыз, мін жерде жүрсек те, мін жерде емес, қай жерде жүрсек те. Сол үшін, әлхамдулилля, қазақтың немені ту көтеріле берсін, қазағым аман болсын. Біз қашан 5 уақыт намазымызда дұғадамыз. Қазақ халқына ең біріншісі иманды болуды тілеймін. Неге? Bir adam imanlı bolsa, ol adam otanı için, memleket için, tuğuslar için her türlü kıyınçılıkka razı boladı. Ol biledi, ol istegenin şınымен Allah'ın rızalığı içinde. Biz aytadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, otandı suyu imandan. Biz elbette bu da jastарға айтып жатырмыз, otandar suyu gerek. Жастарға айтып жатырмыз дегенде мен ең көп қуанатыным нәрсе бүгін Қазақстанда шалдардан бұрын жастар тағы талапты, жастар тағы иманды, жастар тағы қазақ халқын ойланады деп ойлаймын. Сол үшін айтып жатырмын, келешегі тағы жақсы болады деп иншалла. Осылай көшеде кетіп бара жатыр, өзіміздің отандастарымызды кездестіріп қалдым көшеде. Тәуелсіздігіміз құтты болсын. Неге? Тәуелсіздікте осылай отандастарымыздан аяқсақ сөзді бір ауыз тілектеріңізді айтып өтсеңіздер. Дүние жүзіндегі барлық қазақтарға тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Рахмет. Тәуелсіздік ата-бабамыздың қанымен, осындай бір жанымен келген, барынша осы еркіндікке қол жеткізген күн ғой, аңсаған күн. Сол аңсаған күніміз ұзағынан, молынан осындай бақытқа, қуанышқа толы болсын дейміз. Басқа мемлекеттермен ынтымақтастығымыз зор болсын. Осы тәуелсіздік деген секілді басқаға тәуелді болмай, өзіміздің дербестігімізді сақтап, әркім осындағы әрбір ұлты тыныш ғұмыр кешсін дегім келеді. Ой, рахмет. Әні жаңа Қазақстанның жаңа жастары қалай ойлайды, қалай сөз саптайды. Осылай рахмет, жолдарыңыз болсын. Жақсы сау болыңыздар. Осылай Стамбул қыс кезінде жаңбырлы болады көбінесе. Қазір ондай бір суық жоқ, бірақ жаңбыр бар. Жарайды достар, мен осымен тәмамдаймын видеомнан. Қазақстан тәуелсіздік күні құтты болсын, баянды болсын, келешегі жарқын болсын. Тойға бармай тілек айтпай, мен де тілге сөзге шорқақ болып қалыппын. Бірақ ішінде жүрегімде барлық тілегім, Қазақстанға деген сағынышым барлығы құтты болсын той. Осылай видеоны осыдан бітіремін. Құдай ары қарай мүмкін енем үйіне барып шай ішеміз бірге. Сол достар, видеомды ұнатсаңыздар лайк басып, группа чаттарға бөлісіп қойсаңыздар болады. Қыр баласы каналына жазылып қойды ұмытпаңыздар. Әлі алда талай қызықты видеолар жариялайтын боламын. Көріскенше аман сау болыңыздар.